Сонымен, Ләззат, сұрағыңыз жалғастыр. Жаңа сұрағым қайталай кетейін. Не үшін туған күнге шақырмадың? Мүлдем ойыңа келген жоқ па? Жоқ, мен шақырайын деп Розаға звондағам. Бұл кісіде семейне проблемалар болғандықтан, яғни алып шыға алмадым. Алып шығуға деген ой болды, бірақ бұл кісіні артық мазалағым келмеді да. Онда неге ренжіп отырсыз, Роза? Жоқ, айттым ғой мен. Өйткені мен бастамадым ғой, жүр деп айтпадым ғой, содан кейін ренжіп отыр ғой бұл кісі. Одан кейін жаңағы мысалы үшін пирожкиге қатысты айта кетейінші, иә? Мысалы үшін жаңағы жарнама кезінде бәрлерін жеп алдыңдар ғой. Айдостың өзі де жеп алды, дұрыс па? Иә, мен жоқ, көрдім. Айдостың өзі жедік, рахмет. Жеп алдың. Мысалы үшін просто ол әйел адамға деген, мысалы үшін тыңдаңдаршы. Әйел адамға деген ол жан. Мысалы үшін егер де біз ерлі зайыпты болып жатсақ, ертең ортада бала келіп жатса, жұмыс істеп жатсақ, ол әйел адамға деген бір мен махаббатымның белгісін солай білдіргім келді да, Розаға деген. Өйткені көп жағдайда сенің сезімің жоқ дейді да. Тыңдаңыздаршы. Сезімің жоқ дейді көп жағдайда. Содан кейін мен солай білдіргім келді. Көбінесе мен анасыз өскендіктен мен әйел адамға жанашырлық ретінде қараймын көп жағдайда. Осылай мен мысалы үшін сезімді білдіргім келеді. Көп жағдайда мен егерде мысалы үшін ортада бала болып жатса, егерден жаңағы Роза жұмысынан яғни уақыт таппай жатса, мен мысалы үшін үйде отырып бала қарай саламын. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Иә, Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Жанерке? 3 жасқа келгенше баланы. Қош келдіңіз. Мен айтып өтейінші жаңағы осы подкаблучник деп жатыр ғой, Жандосты кішкене айтып кетейін. Негізі Жандостікі дұрыс деп ойлаймын, өйткені Жандос барлығын ақылмен шешіп отыр. Бұл жерде барлық қыздың жағдайын жасап отыр. Мысалы, қараңыздар, пирожки істеді, анау-мынау дейсіздер де. Кім Роза ашуланып келді, мысалы айтады ғой, жылы-жылы сөйлесең, жыланнан шығады деген сияқты. Көңілінен шығып отыр. Сондықтан қараңыздар, өздеріңіз болашақ отбасы боласыздар ертең, болашақ отбасы болған кезінде Айдос сияқты, мысалы, Жандос сондай емес та, Айдос былай мысалы, қатын сен үйде отыруың керексің, жұмыс істемеу керексің, баланы сен бағу керексің, тамақты сен істеу керексің деген әйел бақытсыз болады. Айдос мысалы айтайын. Отбасы болғаннан кейін бір-біріне қолдау көрсетіп, өйткені бала ортақ отбасы болған кезінде, бала ортақ, бүкіл отбасы ортақ, осындай бір-біріне қолдау көрсетіп, әйеліне қолдау көрсеткен, көмектесіп отырған семья ғана бақытты болады деп есептеймін. Жалпы, Жанерге мен айтып отқан жоқпын, тамақ істейсің, иә, тамақ істейміз, тамақ істей аламыз. Өйткені қарындасымызға істеп береміз, жаным айтайын мен саған. Анамызға істеп береміз тамақты, әкемізге істеп беруіміз мүмкін, өзімізге істеуіміз мүмкін. Содан кейін тағы бір нәрсе, әйел адам екіқабат болған кезде токсикоз деген болады. Мынау токсикоз емес анау. Екіқабатсың ба? Жоқ. Мысал деп жатырмын. Содан кейін Жандос мысалы айтайын, не үшін біз майдаланып кетеміз? Осындай міне, бүгін тамақ істейді, ертең ананы істейді, нан істейді. Қарапа, уже әйел адам бүйтіп құтыра бастайды. Мен бүгін что-то ауырып тұрмын, басым ауырып тұр. Өзің істейсің тамақ дейді. Ертең арғы күні айтады, мен бүгін что-то біртүрлі болып тұрмын. Бұл жерде бар ғой, мен Жандосқа айтып отқан жоқпын. Сен орамал тағып күнде кухнядан шықпа деп. Ол мәселе емес, ол дұрыс. Әйелдің несіне араласпай қойсын. Бірақ арасында сенбі күндері, демалған күндері балаға қарап, праздничный ужин жасап, мысалы айтайын, еркектер әйелдеріне дәмдірек жасайды тамақты. Арасында балык етіп тұруға болады ғой әйелді. Сен ертең солай жасамайсың ба әйеліңе? Әлде сен қатын сен жасайсың. Екіқабат болса жасау мүмкін, жер тоқпаса, қауын дарбызды. Отбасылық өмірде бір нәрсе айтып тәжірибесі бар адамдардан сұрайыншы. Кешіріңіз, Кенжебек жайында айтып кетейінші. Кенжебек айтып жатыр ғой жаңа, мына жақта Жандосты тряпка қылып жатыр ғой енді. Сен тряпкасын мына жақта намысын төгіп жаңа не қылып деп. Енді кімнің тряпканың ісін жасағанын мен айтпай қояйын, Кенжебек мысалы алдыңғы бағдарламада бір үміткерің сені келді, қайтар жердің, екіншісі келді, екінші рет келді сол бір үміткерің, тоже қайтар жердің, ұнатып келген жігіт келіп еді, ойынан айнып бірден еркектік нәрсеге жасай ма? Кімнің тряпканың ісі бұл жерде? Сен кім әлде ол Жандостікі ма? Жандос бүкіл жағдайын жасап, мына жақта жүк болып отыр, өзінің нақты шешім жасап бар ғой. Кенжебекке келетін болсақ, өзінің сезімін өзі басқара алмай отырған адам ғой. Бұл жерде. Да, бар ғой. Именно сол күнге келіп тақал қалыпты ғой, енді айтайын. Ол кезде енді айттым, қателеспейтін адам жоқ қой деп. Бойында қызғаныш сезім оянады деген сияқты. Содан қызғанғаннан кейін сезім бар екен деген сияқты. Қалай сен өзің қызғаныш сезім? Бар ғой, қоя тұр, мен Жандос айтып алайын. Сол сияқты айттым. Бірақ оның мына жерде еркектік емеске қатысы жоқ. Мен қызды жіберіп жүрген жоқпын, қолындағы нәрсені ұшырып алған жоқпын. Главное, қысып алып қалдым ғой. Құдай қаласа, егер аман болып жатсақ, әлі талай бақыт етем ол қызды, талай жанымда жүретін болады, күліп жүретін болады, бәріңіз қызғатындай болып жүретін болады деп ойлаймын мен. Тырысамын соған. Олжас, Жандос, өткеннен бері енді сенің мына еркексің ғой, қалай оғанда да еркексің. Сен қандай адам болсаң да, мен жалпы ер адам, мына қыз баласы ер адамды жерге салып отқанда, мен үнемі алып шығуға тұрсам да, өйткені мен де еркекпін.
бірақ енді мынау зат жандос ебалы жизнь мынау қызық емес нәрсе сен істеп отқан қазір тамақ пісіріп береді деген жоқ жаңа айдос айтып кеткені өте дұрыс тыңдап ал айдостың айтып кеткені өте дұрыс сен төрт жағдайда ғана тамақ істей аласың кішкентай қызың аш болып жатса әйел адамға кішкентай қызыңа істеп бер анаң хал үстінде жатса әйелің хал үстінде жатса жасап бер сосын полевой условие дейді ғой далада қазан ошақтың басында сол жерде жүрсең саған западлы болмайды былайынша өзің қарның аш жасап ал мынауың зат сап соғызға сен тамақ істе бәріміз де тамақ тыңдап алыңызшы сіз тыңдап алыңызшы көрсету бір сіздер ер үшін адам западлы шыққанда болмай ма тыңдап сонда? алыңызшы Роза ханым Жоқ, сізге соны ештеңе деп айтыңызшы. отқан жоқпын мен Қазір жандоспен сөйлесіп құрмет отырмын көрсетіп менің көңілімді нетіп жатыр иә 8 аулап наурызда жатыр сіздің күніңіз сонда сол западлы болмай ма саған келесте сен олай жасама жандос жасаймын еще қалай жасаймын торт пісірсем келесі жоқ жолы. сені мен құтқаруға тырысып жатырмын сен табанның астына өзің секіріп жатсың да қазір табанның астына өзің секіріп жатсың жандос ренжіме еркек бұл жерде табанның астына кім секіріп жүргенін айтпай ақ қояйын егер де сен мықты болсаң нағыз мықты еркек болсаң сен бір отбасын сақтап қалатын едің бұл жерде мына жақта қызыңды тастап қатын іздеп жүрсің не мына тірлік айтшы ал не тірлік қызыңды тастадың әйеліңді тастадың мен отбасын бір қыз іздеп жүрсің ғой мына жақта конкретно айтқанда Роза ханым, адам қош өзіне қарау керек келдіңіз. бірінші Иә, енді Айдос кім Олжас ашуланып кетті ғой, намысына тиіп кеттің. Ол бұрынғы отбасын қозғаудың қажеті жоқ еді. жоқ нағыз еркек болса сақтап Нағыз қалмай ма еркектік ол мәселе емес. Жалпы Жандос, иә, бізге де әкелеріміз тамақ жасап берді, бірақ мереке кездерінде ғана не бәлішің дәмді екен, рахмет. Жарнама кезінде жеп алдық. ас болсын Қолың деп көрмесін. Роза ханым, өткенде де осы жерге шықтыңыз да, бір сіз ұрысумен бастауды әдетке айналдырған сияқтысыз өзіңіз, өткенде де шықтыңыз да, бір нәрсені бастадыңыз, өзіңіз өзара бірдеме жазып келесіздер ау деймін, қазір бастаймыз, шығамыз деп. Мына жердегі барлығымызды жындығып отырған бір Жандос сенсің ғой, бір-бірімізбен қырылыстырып, рас қой, арасында екеуің аяғында әдемі болып махаббат болып шығып кетесіңдер де басталған кезде өтіріктен бір-бірлеріңе қырын қарап жарайды Роза ханым ашулы екенсіз бірақ кімнің бетінен сүйді нақты айтыңызшы айтшы ұмытып қалдым мен ұмытып қалсаңыз ол өтірік әңгіме значит өтірік әңгіме сізді сүйді ма или кімді сүйді ма я вот не мен кім помню екенін айтпай ақ қояйын дедім эфирді сақтаған жоқсыз иә Айза барған жоқ туған күнге онда Айза емес жоқ Айгерім де емес жарайды Айза жоқ бұл кісі үндемей отырдым да Жандос рахмет Жандос үндеген жоқпын да Роза ханым айтты ғой Айзаның бетінен сүйген шығар деп негізінде мен ол күні болған жоқпын өзіме қатысым жоқ ол бір және де екіншісі Жандосқа айтқым келеді да сен же айттың ғой не қысқа киіп келдің маған ұнамайды деп негізінде ер азамат егерде әйеліне уақыт бөлмесе көңілін бөлмесе әйел внимание талап еткеннен кейін ғана начинает одеваться басқалардың вниманиясын өзіне алу үшін да сол үшін мына жақта кінә одан емес Жандос қарашы виноват сенсің потому что сен әйеліңе будущий әйеліңе внимание не оказываешь должного внимания ты ей не показываешь не уделяешь времени деген сөз ғой сол үшін да сенікі дұрыс емес деп ойлаймын Роза ханымды қолдаймын әрқашанда әдемі болып жүре беріңіз тек қана мені араластырмаңызшы мен сүйген жоқ ол кезде мен болған жоқпын араларында рахмет Айза емес молодец Айза керемет жарайды негізі кездесу болды ма қалай болып жатыр ара қатынастарың соған жетпей кеттік қой бізде негізі кездесу каждый день болады ғой айтшы күнделікті кездесеміз күнделікті енді иә күнделікті кей кезде арасында фотоға түсу болды ой Нұржан жүр ол жақта жеңді Роза сүйіп қалдым жас баланы көрмей көзім басқа адамды қарамайды сүйу жасқа керек емес сенен басқа елге деген ойлағасқа сүйіп қалдым жас баланы көрмей көзім басқа адамды қарамайды сүйу жасқа керек емес сенен басқа елге деген ойлағасқа керемет видео шынымен де Розаның Жандосқа деген сезімін білдіріп жатқан видеодан көруге болады ана неге шығады ана кімдермен бірге барғанбыз ғой ана Дария мен Нұржанды қолдайық деп негізі сол ситуацияда бізде болғанбыз өте керемет негізі отырыс болған сол біз арамызда ішіміз пісіп кетті да бұл кісілер өздері сөйлесіп неткеннен кейін біз ерігіп түсірген видеоларымыз ғой бірақ күшті шықты деп ойлаймын күшті шыққан әдемі шыққан сүйген жерді
сөйтіп реніштердің бәрі кетті. Бұл кісі не ғой андай ана эфирді көргеннен кейін нетіп жатыр ғой, кішкене қызғанышын білдіріп жатыр. Мен көп жағдайда түсіністікпен қараймын. Өйткені сен кез келген адам, Жандос, сен түсінсең болды. Иә, мен түсінемін ғой. Бірақ енді көп жағдайда енді арамызда көптеген конфликтілер болып жатады, бірақ оны өзара шешіп жатамыз. Бұл бір жерден де бөлек конфликтілеріміз бар, жеке. Ондай да бар ма? Иә. Эфирді көріп, ана жаққа неге қарайсың дейді, о түсіндіремін, былай болды деймін. Давай деп қойды. Түсінікті, ең бастысы бәрі жақсы. Реніш жоқ қой, Роза? Жоқ. Көрген кезде айтып тұрмын ғой, мен көрген кезде бүкіліне кетіп қалады. Білмеймін. Ол деген жақсы қасиет қой, Роза. Ең бастысы сол. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Иә, сондықтан көп ашылардың қажеті жоқ. Жарайды. Ең бастысы таныстық, жұптық өмір жалғасады. Бәрі жақсы. Керемет, ендеше кездескенше.